Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Біз қазір Алматы облысының Қарасай аудандық сотындамыз. Мұнда блогер жайдарманшы Нұрсұлтан Жақсыгенге қатысты қылмыстық іс бойынша сот отырысы жалғасып жатыр. Аздан кейін сот залынан ақпарат жариялайтын боламыз. Бұл менің тағылған айыппен мүлде келіспеймін. Өйткені бұл Смарайка деп жазылған парақша иесі мүлде танымаймын. Біріншіден, өзім екіншіден медиа саласында көп қызмет атқарғаннан кейін менің атымнан түрлі әлеуметтік желілерде түрлі парақшалар ашылғаны хақ. Өйткені дәлелдеп те бере аламын. TikTok желісінен 7, Instagram желісінен 11 аккаунт әлі күнге дейін Instagram желісінде тұр. Енді үлкен резонанс тудыратын жайттардың барлығы әлеуметтік желілерге жапа-тармағай шығып кеткеннен кейін көбісі менің атымнан жолданған деп жазып жатыр. Кешеде анамыз Нұрсұлтан анасына қайтыс болды деген сияқты жалған хабарлар келіп жатты. Ондайға бей-жай қарай алмаймын. Сондықтан да мен бұл аккаунтта бұл сөздерді мен жазбадым деп нық басып дөп басып айта аламын. Instagram желісі барлығы менде сол нөмірге тіркелгеннен кейін, бұғатталғаннан кейін түрлі жалған ақпараттар шыға бастады. Және де қазіргі таңда айыпталушы тараптың телеграмдағы бір видео скриншоты мүлде дәлелге сәйкес келмейді деп айтар едім. Себебі қазіргі таңда мен өзім телеграм желісіне мүлдем кіре алмаймын, және де Instagram желісіне де кіре алмаймын. Яғни сіз мына 16-шы қаңтар күні 26 жылы жарияланған ақпаратты сіз жариялаған жоқпын. Аккаунтын бұғатталған деп тұрсыз. Иә. Оны Инстаграмдағы аккаунтты қашан аштыңыз, кім ашты, тағы кімнен доступтар болса айтыңызшы. 2017 жылы ашылған Жақсыген Нежный Н деген аккаунт, және де оны жүргізуге мен және де айыпталушы тараптың Фариза Сабыралының өзінің інісі туған Мирас Сабыралы ғана кіре алатын мүмкіншілігі бар еді. Және де мен басқа телефонмен кіргеннің өзінде де сол кісі подтверждение беруге мүмкіншілігі бар еді. Және де мен Инстаграмда жиі пост салып уақыт жоқ отыруға. Себебі мен басқа да арналарым бар, TikTok арналарым бар. Кейбір кезде мен TikTokқа салған кезде басқа аккаунттарда салынады беретін дүниелерді болып тұрады. Бірақ мен көбінесе Инстаграм бұғатталғаннан кейін ешқандай кіре алмай қалдым. Сол кіре алмағаннан кейін неше түрлі посттар шыға бастады, жариялар бастады, менің атынан комментарийлер жазыла бастады деген секілді. Қазіргі таңда мен өзімнің Жақсыген Нежный Н деген парақшам әлеуметтік желіде жоқ. Ал сол мына бір комментарий жазылған уақыттарда мен ол Инстаграмды мүлде пайдаланып отырмағам. Себебі мен онда TikTok аккаунтта отырғам. Сұраққа келсем осы, жаңа сіз айттыңыз ғой, ол Инстаграм аккаунтқа тағы бір адамдардың Мирас Сабыралы аккаунтқа кіре алатын. Оған қашан рұқсат бердіңіз? Ол аккаунт менің ол Инстаграмда SMM мобилограф болып жұмыс істеген менің парақшамды жүргізетін адам бұл. Ол кісінің өзі сіз кіре алатын? Кіре алады. Өзінің телефонынан кіре алады. Номермен телефон. Значит, сол аккаунтқа 2 номермен 2 дейін тіркелген болсын? 2 номер тіркеледі, өйткені Facebook пен аккаунт, Facebook Сабыралы Мирастың аккаунтына тіркелген, ал номер менің атыма тіркелген. Ал енді подтверждение беру үшін басқа телефоннан мен Жақсыген Нежный Н парақшасын телефонмен қолдану үшін аккаунтты подтверждение Мирас беруге болатын. Мирас кіре алатын, мүмкіндігі болды. Сол кезде де жәбірленушінің туған үсті Мирас мобилографыңыз өз жұмысын тоқтатты ма? Өз жұмысын тоқтатты, бірақ барлығын біле алатын, өйткені паролінде, Инстаграмның паролінде барлығын біле алатын. Сіз өзіңіз айтпақшы, 1,5 миллиондық Инстаграм парақшаңыз бар, TikTok желісінде көптеген оқырмандарыңыз бар. Қалайша сіз әйеліңізбен ажырасып тұрып, оның туған інісіне өзіңіздің жеке деректеріңізді, парольдарыңызды қайтарып бере салдыңыз, қалдырып? Себебі менде үш аккаунтта 3 түрлі пароль еді. Сондықтан да қазір менде бір шабуыл жасалмағандықтан Инстаграмнан ондай кезде үлкен бір хейт кетпегендіктен мен қатты басты назар аудармадым. Өйткені мен өзім қолданып жүрген едім аккаунтты. Кейбір кезде кейбір оқиғалар болды, басқа аккаунтпен кіріп бір бұғатталған кезде подтверждениені берші деп сұраған кездерім болды. Жәбірленуші, айтыңызшы, боди-массаж жасайды деген телеграм арқылы берді ғой, жарнама. Қай кезде болды сол? Датасын айтып жеріңізші. 2026 жылдың январдың 1-і болды.
16 январь болды. Так, 16 январь ол бірінші емес қой, бұл ең соңындағы, ең соңында сізге жасалған. Телеграм бойынша осында жарнама берілді, иә? Жақсы. Инстаграмдағы тағы қосымша ашылған бүгінгі күні қолданыста бар. 1, 2, 3, 4, 5 аккаунттың скриншоттарын іске қосып, ол туралы зерттеулерді сұраймыз. Бұл бірінші өтініш хат. Жалған аккаунттардың қашан ашылғанын, кімнің ашылғанын, атынан ашылғанын, қандай поштадан ашылғанын, қандай номерге тіркелгенін, IP мекенжайларын, сол арқылы кім ашқанын, жаңа Жақсыген Нұрсұлтанның деген аккаунттың кімнің атынан, кім қалай ашқаны туралы мәліметтер алуға болады. Онсыз бұл жерде айтылғанның барлығы құр ғана сөз. Ешқандай дәлелдік құны жоқ. Одан кейін Жақсыгеннің өзінің аккаунты туралы қашан ашылғанын, бұғатталғанын, бұғатталмағанын ол дәлелдену керек қой, техникалық түрде. Объективті дәлелдемелер болу керек. Соны сұраймыз. Одан кейін Telegram компаниясынан 16 қаңтар күні 26 жылы аккаунтқа кірген мүмкіндігі болды ма? Қай уақытта бұғатталған, бұғатталмаған? Оның барлығын тексерілу керек қой. Оның бәрі объективті дәлел болу керек. Өйткені ол алынбайтын нәрсе емес, ол алынуға болатын нәрселер, техникалық. Тем более бізде Қазақстанда өкілеттілер бар екен. Одан кейін жерде біз жаңағы Instagram туралы көтермейміз деп ойлағанбыз, оған да қосымша жібереміз. Instagram'дан ол бірағанда ол шетелде, Дублин, Ирландияда. Ол жерде тексеретін мәселе Instagram аккаунтының қашан бұзылғаны және Мирас Сабырәлиевтің бұл жерде бізге номері мен поштасы керек болады. Осы аккаунтқа жаңа жалғастырылғаны, ол аккаунттан, ол поштадан, ол номерде жаңа Мирас Сабырәлиевтің пошталары мен номерларынан кірілген уақыттары, қай поштаға жаңа жәбірленушінің өкілі айтып кетті ғой, мен бұл жерде маманмын деп. Сол кісі айтып кеткен пошталарға бұзылған туралы, подозрительный входтар туралы айттыңыз ғой сіз. Келу керек деп. Сотталушы айтты, мен неге пошталарыма доступ болмаған. Мүмкін ол доступтар жаңа Мирас Сабырәлиевте бар шығар. Соны тексеру үшін біз қосымша жаңағы Мета компаниясынан тағы осы мәлімдемелерді алу үшін қосымша хат өтініш хат жолдайтын боламыз. Сіздің айтқаныңыздан түсінгеніміз TikTok компаниясынан Жақсыгеновтың негізгі Жақсыген аккаунтының тіркелген уақытын оған байланыстырылған телефон номері немесе электрондық почта мекен-жайын, сондай-ақ бұл аккаунттың бұғатталған, бұғатталмағанын, бұғатталса қашан бұғатталғанын және оның нақты себептерін көрсетеді. И жалған аккаунттардың қашан, қай уақытта кімнің атына қай поштадан тіркелгені. Ол міндетті түрде керек. Өйткені Жақсыген Нұрсұлтан деген менің аккаунтым болған жоқ деп отыр. Ол аккаунт кімге тіркелген? Оның біз бұл деген вообще болмайтын нәрсе ғой. Былай қараңыз, кез келген адамның атына ұқсап тұрып аккаунт ашады, бір жалған ақпарат салып, ертең оны тексерілместен біз оны қалай кінәлі деп тани береміз. Ол деген бұл қауіпті тенденция ғой. Тергеу кезінде бұл тіркелген аккаунттар осы қазіргі күнге дейін қолданылып жүрген абоненттік номері арқылы тіркелгені дәлелденген. Қай жерім ешқандай дәлел көріп тұрған жоқпыз, құрметті сот. Құр сөзден басқа, скриншоттан басқа ештеңе көріп тұрған жоқпыз бұл жерде. Жәбірленуші бәрі жерде тек қана скриншот. Жаңа бізге таныстырмадыңыз да, көрсетпедіңіз де. Қосымша материал көрсетті. Біз онда қайдан келгенін де білмейміз. Мына Жақсыген Нұрсұлтанға қатысты ақпаратты сұраған деп Иә, аккаунты туралы. Қашан тіркелген, қашан бұзылған? Қалған мынау аккаунттардың Жақсыген.н, Жақсыген... Иә, олардың да керек қой. Ол бізге қажет жоқ. Ол жерде бізде... Жақсы, оның сөз бізге ол жерде жақсы. Оған қатысты пікірлер жоқ. Бұндай аккаунттардан пікірлер қалдырылмаған. Түсіндім. Жақсыген Нұрсұлтан керек бізге онда. Пікір қалдырған аккаунт Жақсыген Нұрсұлтан. Одан кейін Инстаграмды жіберетін болсақ, Инстаграмнан міндетті түрде жаңағы Мирастың поштасы мен телефоны қоса тексеру керек, өйткені өзіңіз естідіңіз, ол адам жүргізген.
ол да күдік сол жіберуі мүмкін деген. 24 жылғы сәуірге дейін жүргізілген. Жоқ, одан кейін айтты ғой. Мен сенгендіктен. Жоқ, енді оны біз тексерілмей оның қатысы бар жоқ екенін тоже білмейміз ғой. Ол бір ғана компанияға бір ғана кететін информация болғаннан кейін білу керек деп ойлаймын. Өйткені ол күдікті сейілтуіміз керек қой. Өзі жіберді ма, мүмкін жаңа сабыр әлі мирас жүрген шығар. Или басқа біреу жіберілді ма? Оны біз айта алмаймыз. Өйткені біз маман емеспіз ғой жерде. Тек қана оны IT мамандары ғана біледі, сол компанияның серверлерінде бұның сақталып тұр ғой. Біз басқадай қалай білеміз оны? Сондықтан бұл қанағаттандыруға жатады деп есептеймін. Не себепті? түсініксіз отыр, құрметті. Нақты соттың не сұрап тұрғанын Жақсы, мен былай түсіндірейінші. Бүгінгі күні айыптау тарапының ұсынып отырған дәлелдерінің барлығы тек қана скриншот. Жақсы, нотариус арқылы істей беріңіз. Бірақ ол да скриншот. Сотталушы айтты ғой. Жақсыген Нұрсұлтан деген менде TikTokта аккаунт болған жоқ деді. Біз оны тексеруіміз керек. Болған болмаған, кім тіркеген, дұрыс па? Кімнің атынан, қай поштадан, қай IP адрестен, қай номерден тіркелген. Түсінікті ма? Ол TikTok туралы. Telegram туралы. Өзінің номерларын айтты. Осы номерден біз жаңа тағы мына жерге көрсетіп отырмыз. WhatsApp-тан хабар келген, сенің мына номеріңді қолданып, адамдарды алдап жатыр деген. Telegramдағы. Сондықтан жаңа айтты ғой, осы уақыт аралығында мен мұны жариялаған жоқпын. Менің парақшамда тұрғанмен мен оны жариялаған жоқпын. Ол кезде менің Telegram жаңағы аккаунт қалай өзі. Парақшам бұғатталған деді. Мен кіру мүмкіндігім жоқ, мен оны қойған жоқпын деді. Сол үшін біз Telegramнан соны білуіміз керек. Қай уақытта бұғатталған? Қай уақыттан бүгінгі күнге дейін, мысалы, білмеймін ғой, мен айта алмаймын қазір. Бұғатталып, может ашылған шығар, оны біз біле алмаймыз қазір. Сол үшін оны біз білуіміз керек. Бұғатталған, бұғатталмаған. Сотталушының жауаптарын теріске шығару үшін. Егер ол бұғатталмаған болса, ертең жауап берген айтамыз. Бұғатталмапты ғой, міне. Сенің кінәң міне, сен кінәлісің деп айтатын мен. Қаулы етті. Қорғаушы тараптың ұсынған өтініш хатын қанағаттандырусыз қалдыруды, себебі бұл TikTok компаниясы мен Telegram компаниясынан сотталушы Жақсыгенов өзіне қатысты ақпараттарды бүгінгі күнге дейін алуға құқығы бар, оған ешқандай шектеулер жоқ. Сондықтан ол өз бетінше қайырылып ақпарат алуға құқығы болған. Сондықтан сот бұл сұрауларды сот арқылы жіберуге негіз жоқ деп санайды. Кешіріңіз, біз мұндай жағдайда сіздің тарапыңыздан объективті бейтараптық жүргізіп отырған, көріп отырған жоқ. Сол себепті сізге қарсылық атып білдіреміз. Жақсы. Онда соттың құрамын сотқа қарсылық білдірді. Соны қарағанға дейін сот үзіліс жариялайды. Бірақ сіз білесіз, қорғаушы оны жазбаша түрде келтіру керек. Жазбаша, бүгін жіберемін. Түнген жіберемін сразу. Бүгін жібереміз емес, қазір жіберу керексіз. Бүгін мүмкін осы істі біз ары қарай жалғастырамыз, сіздің өтініш хатыңыз қаралғаннан кейін. Қарсылық білдіруіңіз қаралғаннан кейін. Сондықтан сот сізге сағат 3-ке дейін уақыт береді. 3-ке дейін сол қарсылығыңызды түсіріңіз. Сонымен құрметті көрермен, біз дәл қазір Нұрсұлтан Жақсыгенге қатысты сот процесінен шықтық. Бүгінгі сот тергеуінде Нұрсұлтан Жақсыгеннен жауап алынды, бірақ кейінірек жанында тұрған Нұрсұлтан Жақсыгеннің адвокаты, мүддесін қорғаушы Ахметқали Файзуллин ағамыз бір сараптамаға қатысты судьяға өтініш хат білдірді, ал бірақ судья оны қанағаттандырудан бас тартты. Содан кейін Ахметқали Файзуллин судьяға қарсылық білдірді. Аға, енді ол қарсылық білдірдіңіз, ары қарай ол қалай жүзеге асады, өзіңіз түсіндіріп берсеңіз. Енді жаңа өздеріңіз естідер ғой, не үшін біз өтініш хаты білдірдік сотқа. Нұрсұлтан айтып отыр, жаңағы жағымсыз қалдырылған пікір бұған тиесілі емес, бір жалған аккаунттан берілді деп отыр. Екінші, жаңағы Телеграмдағы жағымсыз даулы жарияланым Нұрсұлтанның аккаунты бұзылған кезде салынған деп отыр. Соны тексеру үшін біз бұл туралы тергеу кезінде де айттық. Сараптама сұрауды, сараптама жүргізуді сұрадық. Ол жерде де бізге қанағаттандырусыз қалдырды. Енді бәрі сотта болған. Сотта бұл біздің өтініш хатымызды қанағаттандырусыз қалдырып, сол
істе бар скриншоттармен шешім шығарайын деп отырған сияқты. Сол үшін біз сотқа сенімсіз білдірдік. Өйткені бұл судьяның тарапынан бейжаптық объектив деген қағидаттардың бұзылып тұрғанын заңды көріп тұрмыз. Сол себептен бұл кісіге қарсылық білдіріп отвод жарияладық. Енді оны соттың төрағасы өзі шешеді. Қалдыратын осы сотты ары қарай жүргізуге істі, болмаса басқа сот тағайындалатынды оны сот төрағасы өзі шешетін болады. Оны кейін көреміз. Қаулы 2026 жылы 25 тамыз Қаскелең қаласы Алматы облысы Қарасай ауданы соты құрамында төрағалық судья Жанабилов, сот хатшылықта Сапархан, Қарасай ауданы прокуратурасы прокурор Өмірбаев, жәбірленушінің өкілі Қанаев, сотталушы Жақсыгенов, қорғаушы адвокат Файзуллиннің қатысуымен ашық сот отырысында қорғаушы адвокат Файзуллиннің судья Шолпанқұлова қатысты қылмыс бойынша қарсылық білдіру туралы арызын қарап анықтады. 2025 жылы 25 тамызында Қылмыстық кодексінің 274 бабы 2 бөлігі 3 тармағымен айыпталған Жақсыгеновке қатысты қылмыс бойынша төрағалық етуші Шолпанқұлова қорғаушы тарапынан қарсылық білдіру туралы арыз түсті. Қарсылық келесі негіздерге сүйене берілген. Судья Шолпанқұлова істі қарау барысында куә Мұратованы сот отырысына шақырылмаған және қорғаушы тарапынан берілген дауды ақпарат пен пікірлер жарияланған аккаунттардың нақты сотталушы тиістілігі туралы анықтауға бағытталған өтініш хаттар қанағаттандырылған жоқ. Сот судья Шолпанқұлова қатысты қарсылық білдіру туралы арызын зерттей келе келесі құқықтар негізінен қанағаттандырусыз қалдыруға жатады деп санайды. Қылмыстық процесс кодексінің 20 бабының 5 тармағына сәйкес сот қылмыстық қудалау органы болып табылмайды. Айыптаушы немесе қорғаушы тарап жағында әрекет етпейді және құқық мүдделерінен басқа қандай да болсын мүдделерді білдірмейді. Сонымен қатар қылмыстық процесс кодексі 87 бабы 1 бөлігіне сәйкес судья егер ол осы кодекске сәйкес қылмыстық сотталуына жатқызылған судья болып табылмаса, осы қылмыстық іс бойынша тергеу судьясы ретінде қатысқан болса, тергеу судьясының қаулыларына шағымдарды, прокурорды өтініш хаттарын қараған болса, осы іс бойынша жәбірленуші азаматтық талапкер, азаматтық жауапкер болып табылса, куә ретінде шақырылса, не шақырылуы мүмкін болса, осы қылмыстық іс бойынша іс жүргізуге сарапшы, маман, аудармашы, куәгер, сот отырысын қатысушы, анықтаушы, тергеуші, прокурор, қорғаушы, күдіктінің, айыпталушының, заңды өкілі, жәбірленушінің, азаматтық талапкердің немесе азаматтық жауапкердің өкілі ретінде қатысты, жәбірленушілердің, азаматтық талапкердің, азаматтық жауапкердің немесе олардың өкілдерінің туысы, күдіктінің, айыпталушының немесе оның заңды өкілінің туысы, прокурордың, қорғаушының, тергеушінің немесе анықтаушының туысы, не процеске қатысушылардың қайсы біреуінің жекжаты болса, егер судья осы іске жеке тікелей немесе жанама түрде мүдделі деп санауға негіз болатын өзге де мән-жайлар болса, істі қарауға қатыса алмайды. Сонымен қатар сот іс бойынша төрағалық етуші судья Шолпанқұлованың қылмыстық процесс кодексі 87 бабының талаптарына қайшы келетін осы іске жеке тікелей немесе жанама түрде мүдделі деп санауға негіз болатын мән-жайлар анықталмаған. Демек, қорғаушы Файзуллиннің берген қарсылық өтініш бойынша төрағалық етуші судья Шолпанқұлованы істі қараудан шеттеуге құқықтық негіз бола алмайды. Ешқандай да толыққанды дәлелдеме нақты келтірілген жоқ. Қазақстан Республикасының қылмыстық процесс кодексінің 87-344 баптарын басшылыққа ала отырып сот қаулы етті. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 274 бабы 2 бөлігі 3 тармағымен сотталушы Жақсыгенов Нұрсұлтан Қасқырбекұлына қатысты қылмыс бойынша қорғаушы Файзуллиннің судья Шолпанқұлова қарсылық білдіру арызы қанағаттандырусыз қалдырсын. Қаулы шағым және наразылық жасауға жатпайды. Қаулы мен келіспеушілік туралы дәлелдер апелляциялық, кассациялық шағымға немесе қадағалау шағымына енгізілуі мүмкін. Судья Жанабилов. Түсінікті ғой, түсіндіргіден енді жәнегі қорғаушының уәжі бойынша жәнегі куә Мұратованы сотқа шақырмады. Судья және де сотталушының аккаунттарын анықтау туралы қандай да бір сұраныстар жібермеді деген уәждері енді осы 87 бабының 1 бөлігінің 6 тармағына жатпайды. Қандай да жатқанның өзінде де сіздер ешқандай дәлелдермен келтірген жоқсыздар. Судья тікелей жанама түрде мүдделі деп санауға негіз болатын өзге де мән-жайлар болса істі қарауға қатыса алмайды деп сіздің уәждеріңіз, сондықтан қанағаттандырусыз қалдырылды сіздің арызыңыз. Бұл шағыммен келіспеген жайда апелляциялық түрде соған қоссаңыз болады. Түсінікті ғой? Сот отырысы жабық деп жарияланды.
Өздеріңіз көргендей төрағалық етуші сот істі қарап жатқан судьяны ауыстыру туралы өтінішті қанағаттандырудан бас тартты. Енді келесі сот процесі 3 қыркүйек сағат 10:00-ге қалдырылды. Рахат Қосай, Тимур Алтай, Заңлаев арнасы.